Қазақ халқының кемеңгері Абай атамыздың білімділігі соншалық, сол бір шеңбердің ішімен қалып қана қоймай, әлемдік ортамен сабақтастық жасап, оны бір ұлы мұхитқа айландырып, соның бастаушысы болып отырғанына күмәніміз жоқ. Ал біздің сұранысымыз дәл қазіргі бәйшешектей басын енді ғана көтеріп келе жатқан жас таланттарымыз осы ұлы тұлғалардың жолын жалғаса деген ізгі тілегіміз бар. Абайдың осындай деңгейге көтерілуіне себеп болған оның әдебиет пен мәдениетке деген құштарлығы және әлем әдебиетінің сусындауының нәтижесі десек болады. Ал біздің сұранысымыз дәл қазіргі жас таланттарымыз әлем әдебиеті болмаса да өзіміздің әдебиетті дөңгелетер ақындарымыз көп болсын ағай. Мырзалиев ағамыз былдырлаған сәбилерді көргенде былай деп ән жазған екен: анаңа да әкеңе де жұбанбай, таусылады тіпті төзім шыдамда, сеніменен қиын кейде, ал сенсіз қиынырек болар еді бұдан да деп жазған екен. Міне бұл үйдегі кішкентай ғана сәбиге арналған әндердің бірі болатын. Ал біздің бүгінгі сазгеріміз бен ақынымыз Баян Анарбекова мен Айжігіт Асанов Құлындарым атты ән жазыпты. Олай болса, осы әннің авторларымен әңгімелесіп көрелік. Қош келіпсіз студиямызға. Айжігіт аға, өзіңіздің біраз әндеріңізді білеміз. Көбінесе үлкен әншілер жақсы бір топтар орындап жүргені. Ал енді бүгінгі күнде алып келген әніңіздің ерекшелігі, бұл әнді өзіңіз орындайсыз. Яғни Құлындарым. Сіздің гитара аспабында ойнайтыныңызды бірінші ретте көріп отырған сияқтымыз. Гитараны мектепте қабырғасында оқып жүрген кезде мен қолыма ұстағам. Содан бері мен жан жолдасым болып келе жатыр. Дегенмен алғашқы өнер әлеміне мен домбырамен келдім. Одан кейін мандолинге өтіп, одан кейін гитараға тұрақтап қалған жағдайымыз бар. Себебі сол кездегі өзі бір үрдіс ағым солай болатын. Көптеген жаңағы топтарды ойнадық, институттың қабырғасында ойнадық деген секілді. Содан гитарамен жаңағы әуен таңдап, әуен ұстап, сондай ән шығарып жүрген жағдайымыз бар. Ал енді Құлындарым атты өлеңге келейікші. Өзіңіздің бұл біз тыңдап отырсақ, балаларыңызға арналған ән секілді. Енді өзіңіздің қанша құлыныңыз бар қазіргі таңда? Менде бір ұл, екі қыз. Үшеу. Бұл Құлындарым дегенде негізі бұл әннің туы, мына сөздегі өзі неге байланысты болды да әсер етті қатты. Мынау адам өзі әр жаста әртүрлі тақырыпқа келеді екен ғой. Жаңағы бір әріптестеріміз айтып жатыр, қыздарды көріп деген. Ондай да деңгей уақыттар болған. Одан кейін мынау балалар өсіп жетіле бастағаннан кейін, нәресте көргеннен кейін өзі бір аталық сезім пайда болады. Сонда бір мен кітапты алып, қарап, енді кітапты көп оқидым. Өлең кітаптарын әсіресе ақтарып отырамын. Сөйтсем соның ішінде мынандай сөздері бар екен: масайраңдар күліңдер, құлындарым, желпілдесін жел тиіп тұлымдарым, есейген соң ертең ақ сап тиылып, еске аларсың ертектей. Бұның бәрін дегеннің өзі мына өн бойымнан бір тоғырғандай болды да. Сосын ары қарай оқи берсең, енді сөздері енді прямо алып баратыр. Бұл өлең, жалпы бұл кітап кімнің кітабы? 80-ші жылдары кітап. Ол кездері мынандай болатын, мынау жаңадан шығып келе жатқан бірнеше ақындардың топтама жинақтарын бір кітап шығаратын. Ол кезде мындай жеке-жеке кітап шығару мәселесі өте қиын болатын. Және де мынау жаңадан бастап келе жатқан жастарға. Соның ішінде Баян Анарбекованың бірнеше өлеңдері бар екен. Сөйтіп қарап отырсам, мына Құлындарым сол жаңағы Баян Анарбекованың сөзі, өлеңі. Бірақ сіз бұл ақынды көрген жоқсыз? Бұл ақынды шын айтсам мен танымаймын да, білмеймін да. Сұрастырып, бұлай қарасам, біреулер айтады, мүмкін Баян Бекетова шығар дейді. Білмеймін, сол кезде кітапта жаңағы бекітіліп жазылғаны Баян Анарбекова екен. Қазір енді құлындарыңыз өсіп қалған шығар? Енді құлындар өсті. Құлындардың артынан құлыншақтар еріп жатқан шығар? Құлыншақтар келетін шығар, енді құлыншақтар көп қой мені. Құдайға шүкір, жаңағы әулеттесі бар, басқасы бар деген сияқты, дос-жарандар бар, солардың бәрі. Ал бұны өзіңіз орындауға ұйғардыңыз? Яғни құлын сіздікі? Енді мен өзіңіз көп әншілермен жұмыс істейсіз? Өзім жүрегімнен шыққаннан кейін бұл өзі былай болады екен. Мен айтайын, бізде енді шын айтсақ бір мақтансам ба деп отырмын да.
анау айтқан әнші емеспіз, бірақ анау кеңес дәуірінің кезінде қазіргідей техника жоқ еді ғой. Ол кезде тірілей тұрып, жаңағы дүңкілдетіп, барабанды ұрып, гитараны сабалап, тойды атқарған кезде соның жартысынан артық әндерді мен айтатынмын да. Енді дауысымыздың қаншалықты екенін көріп отырсыздар. Бірақ қазіргі уақыттағы менің өзім характеріме келетін, өзім ағымыма келетін әннің бірі ғой деп ойлаймын. Сондықтан мен енді өзім жүрегімнен шыққан сондай әнді енді мен өзім жеткізгенім дұрыс қой деп те бір жағынан ойладым. Ал енді сіздің өнеріңізді осы біз естімеген бір әннен бірте-бірте көріп жатырмыз. Бұрын сазгерлігіңізді білетінбіз, енді гитара тартатыныңызды біліп жатырмыз, ән айтатыныңызды біліп жатырмыз. Тағы да біз білмейтін қандай өнеріңіз бар? Енді қажет болып жатса аздап шумақ өлең жазуға да шамамыз келеді. Оны жазған сәттеріміз де бар. Мынау алғашқы кезде үйдегі жеңгеге ғашық болған кезде оған арнап өлеңнің сөзін енді ақынға жаздырмайсың ғой, барып жаңағы еркінге барып маған мен әйелім мынандай еді, анандай еді, сөз жазып бер десең, бәрібір ол менің көңілімдегі әйелді емес, өзінің көңіліндегі қызды жазуы мүмкін. Сол секілді мысалы, сол мен өзім үйдегі Гүлзатқа арнап сол сөзін жазып, одан кейін әнін жазып, ол кезге дейін біз әлі басымыз бойдақ тұғын, сол қатты ұнаған болу керек. Одан кейін Алла нәсіп етіп, жұбымызды жарасып қосылдық. Одан кейін балаларыма да арнаған нелерім бар, өзім сөздерін жазуға сондай бір енді біріне бір сабақтас келетін дүние ғой. Олай болса, сіздерге Айжігіт Асановтың орындауындағы Құлындарым әнін тартып өтетін боламыз. Қабыл алыңыздар. Сайраңдар, күліңдер, құлындарым, желпілдесін, желтиіп, тұлымдарым. Есейген соң ертең ақсап тыйылып, еске аларсың ертектей бұның бәрін. Құлындарым, құлындарым, еске аларсың ертектей бұның бәрін. Ұнамайды біреуге күлкің ертең, мұңаярсың бой жетіп мүмкін еркен. Сәби шақтың сәттері сағындырар, бір күн кештеу тұрақтың бір күн ерте. Құлындарым, құлындарым, бір күн кештеу тұрақтың бір күн ерте. Құлындарым, құлындарым, бір күн кештеу тұрақтың бір күн ерте. Орманымда таулаған тал шыбығым, қызығына ойымның қаншы бүгін. Қиындықты көрсеңдер мейілдерің, пейілдердің көрмеңдер аршылығын.
Еске аларсың ертектей бұның бәрін. Еске аларсың ертектей